Армысыздар көз қарақты көрермен, бүгін сіздермен Негізі Сұлтан. Біз бүгін жоғары дәрежелі теңдеулерді түсінетін боламыз. Және де есептер шығарып, болашаққа ой түйетін боламыз. Ал ендеше сабағымызды бастайық. Жоғары дәрежелі теңдеулер. Жоғары дәрежелі теңдеулер дегеніміз, бұл x куб, x-тің 4 дәрежесі деген сияқты жоғары дәрежелермен басталатын болады. Ол x квадрат көп мүшеге кірмейді. Көп мүше дегеніміз сол x-тің кубынан басталатын көп мүше. Ол жерде px тең an x-тің n дәрежесі плюс a-ның n минус 1 және де x-тің n минус 1 дәл солай кете береді, және де ең соңында a-ның 0. Соңында бос мүше. Бір мысал келтіре кетейік. Жоғары дәрежелі x-тің кубы плюс 3x квадрат минус 2x плюс 10. Осы көп мүшені біз жіктеуіміз керек деген секілді. Бізде осының бір түбірі x плюс 4 болсын. Біз бұны осыған бөлген кезде біз қалдықты анықтай аламыз, және басқа да түбірлерін анықтауға жол ашылады деген секілді. Енді осыған бөліп көрелік. Біз x-тің куб дәрежесін алуымыз үшін x квадраттан береміз. X көптек x-тің кубы қосылған 4x-тің квадраты. Азайтамыз. Кәдімгі бөлудегідей азайта береміз. Бұл жерде 0 минус x квадрат. Және минус x. X квадрат алу үшін біз минус x-тан береміз. Минус x квадрат азайтылған 4x. Азайтамыз. Мына жерде 0 болып кетеді. Мына жерде 2x қалады. 2x-тің жанына плюс 10 түседі. Плюс 10. Біз 2x алу үшін плюс 2-ден береміз. Демек 2x плюс 8 азайтамыз. Мына жерде 0, мына жерде 2 қалады. Бұл бізде 2 бізде кәдімгі бөлудегідей қалдық болып есептелінеді. Енді бұл қалдықты жазу үшін бұл көп мүше, бұл қалдықты жібере алмаймыз, себебі бізде мына көп мүше шықпай қалады. Біз көп мүшені жіктеп жатырмыз көбейткіштерге. Бұл бізде x көбейтілген x плюс 4-тің x квадрат минус x плюс 2-ге көбейтіндісі және де оған қосылған 2. Бұл тең болады бізде x-тің кубы қосылған 3x квадрат қосылған минус минус 2x плюс 10. Мынау дегеніміз мына көп мүшенің жіктелген түрі көбейткіштерге. Енді бұл бөлу арқылы, енді дәл осы есепті біз Горнер арқылы шығарып көрелік. Горнер схемасы арқылы. Бұл бізде картина кестінді арқылы шығады десек болады. X-тің кубы қосылған 3x-тің квадраты минус 2x плюс 10. Схемаға салатын есептер, схемаға салып шығаратын есеп. Бұл деген схемамыз былай тұрады. Біз жаңа бөлген мүшеміз бар ғой. Сол мүшені мына жерге жазып қояйық. Бұл дегеніміз тең 0 деген сөз, себебі x-тің минус 4. Бұл x-тің осы көп мүшенің бір бөлікші деп есептейміз. Себебі бұл x-тің жауабы минус 4. Дәл осы минус 4-ті біз мына жерге әкеп жазатын боламыз, минус 4. Енді осы x-тарының, x куб, x квадрат, x-тарының алдында тұрған коэффициенттерді және бос мүшені осы жерге жазатын боламыз. Және өз таңбасымен. Мына жерде бір бар деп есептелінеді, бірді жазамыз. Мына жерде плюс 3, минус 2 және де 10. Горнер схемасы бойынша ең алғаш бірінші мүше коэффициент өзі түседі, және де осы коэффициентке мына x-тің мәнін көбейтіп, мына коэффициентке қосқанда, екінші коэффициентке қосқанда бізде
x келесі x-тің алдындағы коэффициент шығатын болады. -4-ті 1-ге көбейтіп, оны 3-ге қосатын болсам, менде -1 шығады. Дәл солай келесі жалғастыра береміз. -4-ті -1-ге көбейтіп, -2-ге қосқан кезде менде 2 сан шығады. -4-ті 2-ге көбейтіп, -8, оған 10-ды қосқан кезде 2 деген мән шығады. Енді мына жерде бізде x квадраттың мәні, мына жерде x, мына жерде бос мүше, мына жерде қалдық тұрады. Енді жазайық, мына жерде бұл көбейткіштерге жіктейік. X-ің мәні болғандықтан бұл x тең 4, оның жанына шығаратын болса 2x плюс 4 болады. Осылай көбейтеміз. X квадрат, мына жерде x-ің квадраттың мәні тұрғандықтан біз бұл жерге x квадрат коэффициент 1-ге тең, азайтылған x-ің мәні бұда да коэффициент 1-ге тең өзгеріледі. Ал қосылған бос мүше 2-ге жақша жабылады. Бізде қалдық бізде 2-ге тең. Дәл жаңағыдай. Бұл басқаша Горнер схемасы арқылы оңай шығарылатын түрі. Ал енді тағы да бір есеп шығарып көрсетейін. Келесі бізде қалай алсам болады екен. Так, бірінші есеп түсіндірме болсын. px тең болады 3x-дің 4 дәрежесі минус 5x-дің квадраты плюс x квадрат азайтылған 3x плюс 5. Бұл бізде көп мүше, 4-ші дәрежелі көп мүше. Осы 4 мүшені x плюс 3 арқылы жүктеуіміз, x минус 3 арқылы жүктеуіміз керек. Шаралық. Бұлай бөле сал осы жерден сразу. Так. Біз 3x-тің 4 дәрежесін алдуымыз үшін мына мүшеге x-тің 3 дәрежесін береміз. Сол кезде біз x-тің 4 дәрежесінен құтыла аламыз. x-ті дәл көбейткіштердегідей көбейтіп бөле беретін боламыз. 3x кубты x-ға көбейтсем 3x-тің 4 дәрежесі болады. Азайтылған 9-дың x кубы. Мына жерде куб. Енді азайтамыз. Мына жерде 0. Мына жерде плюс болып кетеді. 4x-тің кубы плюс x-тің квадраты түседі. Біз 4x-ті жойымыз үшін плюс 4x-тің квадраты түседі. 4x-тің квадратını көбейтетін болсақ, 4x-тің кубы азайтылған 12x-тің квадраты. Азайтамыз. 0. Мына жерде плюс болып кетеді. 13x-тің квадраты жанына бұның минус 3x түсетін болады. Біз бұны құтылу үшін 13-тен береміз, және де 13x-тан. 13x-ті көбейтетін болсақ, 13x-тің квадраты азайтылған 39x. Мына жерде 0, мына жерде минус емес плюс болып 39x-тан азайтамыз 3-ті, бұл дегеніміз 36x болады. Және де плюс 5. Осы жерден плюс 36-дан береміз. Бұл бос мүше болады. 36x көбейтілген минус 36-шы көбейтетін болсақ, 108. Азайтамыз. Мына жерде 0 қосылған, сонда 113. Енді көбейткіштерге жазайық. Минус 3 шақша 3x-тің кубы плюс 4x-тің квадраты плюс 13x плюс 36 қосылған, бұл қалдық бізде 116. Дәл осыны қайтадан жақшаны ашатын болсақ, бізде мынау көп мүше шығатын болады. Енді Горнер схемасымен шығарып көрелік. Так, бізде 3x-тің 4 дәрежесі еді, минус 5x-тің кубы плюс x квадрат минус 3x плюс 5. Горнер схемасына түсіретін болсақ, бізде Nerede 3 minus 5 1 minus 3 5. Bizde çıktığımız plus 3. 3'te türemiz. 3'te 3'e götürüp қосатын болсақ, мына жерде 4 шығады.
3-ті 4-ке көбейтіп 1-ді қосатын болсақ 13. 3-ті 13-ке көбейтіп 3-ті азайтатын болсақ 36. 36-ны 3-ке көбейтіп 5-ке қосатын болсақ 113 шығады. Енді x азайтылған 3 жақша 3x-тің кубы қосылған 4x квадрат азайтылған қосылған 13x қосылған 36 сыртына 113-ті қалдық. Дәл осы жауап бізде мына бөлген кезде де шыққан болатын. Бұл өте оңай жолы. Көрнер схемасы бұл жоғары дәрежелерді шешуге өте ыңғайлы. Бүгінге осы. Көріп соңына шейін көргендеріңізге мыңда бір алғыс. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Тіркеліп лайк баса кетейік.